Міне біз шетелде кетіп бара жатырмық. Мына Рахымжан деген жігіт. Иә, 5 жылдай осы кілем жуу саласында жұмыс істейді. Енді Кентау қаласы және Түркістанның ең үлкен кілем жуатын мекеменің басшысы. Сол жігіт өзі айтсын. Міне бағана сіздің сұрағыңызға Раке, сіз өзіңіз жауап беріп жүрсіз. Жаңадан ашып отқан жігіттер ғой. Камераны жаппа. Ашып жібердің ба? Ал. Несі, мынау не болып кетіп қалды? Неге бетіп қалды? Монтай болып қалды ма? Ал енді айта бер. Қайсысын алған дұрыс? Пакетін ба? Иә, 30-пен құру пакетін бір түрмен бастауға болады ма? Пакетін бір түрі болмайды. 30-дық, 40-дық, 50-лік. Негізі основной көп жүретіні 40-дық жүрет. Бір пакетпен сіз ешқандай кілемді орай алмайсыз. Кішкентай дорожка майда шүлерге 30-ды ораймыз біз. Основной 40. Одан кейін 50-лікке үлкен кілемді орайсыз. Енді 40-ды қалса, үлкен кілемдер саламай. Үлкен кілем саламай қаласыз. Ал 30-қа кішкентай салсаңыз, ішінде қолбылдап пакетіңіз расход болады, жыртылады. Жыртылып қалады. Негізі основной 3 түрін алу керек. Енді парфюмді сіз Кентау қаласында, Түркістанда қандай клиенттеріңіз қай парфюм қолданасыз, мысалы өзіңіз? Енді бізде 6 түрлі түрі бар ғой, сіздің қолданатыныңыз атын білмейсіз бе, есіңізде жоқ па? Атын есімде жоқ, енді жұмыста балдар біледі, иіс қандай екен. Енді біздің легкий иісті аламыз ғой, адамдарға жағымды болсын деп, оны иісті аламыз. Оны мен қосып айта кетейін. Сіздің қандай парфюм алғаныңыз маңызды емес, ол сіздің клиенттеріңізге ұнаған маңызды. Ал енді бүкіл Ақтау қаласына сіз бір парфюмді бәріне ұнатамайсыз. Сондықтан кішігірім ғана шашсаңыз, ана үйге алып келген кезде, пакетті ашқан кезде кішігірім бір 10-15 секунд ақша төлеп жатқан кезде иіс шықса, міне сол керек. Біздің 6 түрлі парфюміміз бар, 6-ы да бір-бірінен жақсы. Иә. Сондықтан біз ең жақсысын деп жібереміз сізге. Ал ол сізге ұнамауы мүмкін. Сізге ұнамауы ол маңызды емес. Ана жерде клиентке ұнағаны маңызды. Ал енді бағана отбеливатель жайлы айтыңызшы, мысалы, кейінірек аламыз дейді, мысалы, отбеливательсіз бастауға болады ма, болмайды ма? Қазақстанның мысалы 70-80% кілемдердің бәрі ескі. Сіз құр шампуньмен жуатын болсаңыз, сапаға жете алмайсыз. Мұны Рәкең өзі айтсын. Иә, Рәке айтыңызшы. Отбеливатель бар, экстримсіз жұмыс істей беруге болады ма? Дақ кетіргішсіздерсіз жұмыс істей беруге болады ма, болмайды ма? Жоқ, әрине ол сіз жұмыс жүрмейді ғой. Жұмыстың жүруі бұл енді ол сізге тек қана оборудованиемен бітпейді. Оборудованиемен ештеңе шешілмейді. Бұл да бір инструмент деп сезіну керек. Обелюющий деген мысалы кілемдерді ағартады. Кілемдердің шашақтарын, ақ оюларды ағартуға арналған. Ескі кілемдердің өңін ашады. Ескі кілемдердің өңін ашады. Ал дақ кетіргіш енді көп кілемнің дағы болады. Жуып келген кезде дағы кетпесе, мына кілем жуылмаған ғой деп айтады ғой. Иә. Сол үшін дақ кетірген обязательно керек. Иә. Олсыз болмайды. Ана, мысалы, мен қосып өте кетейін, былай да. Мына енді Рәкең өзім басынан көп жерлерді мен үйреттім, түсіндірдім. Өзі білім ізденіп қалған жігіт, жалғыз менен емес, енді бүкіл Қазақстанды аралап, сіздер сияқты бағана опыты бар, тәжірибесі бар, кілем жуғыштармен бағана қоян қолтық тәжірибе алмасып келе жатқан жігіт. Міне бүгіндерде шетелде, екеуміз бірге кетіп бара жатыр. Бүгіндерде шетелде әрмен қарай сапа үшін білім іздеп жүрсіз. Рәке, солай ма? Солай. Енді қыдыруға еріп келдіңіз Стамбулға. Келген себебім Түркияға жаңа оборудованияларды көрейін, кілем жуу орталықтарын көрейін. Бұлар қалай жұмыс істеп жатыр. Енді бұл Түркия дамыған ел. Бізде қалмау үшін осыға келген жайым бар елге. Жақсы тәжірибе алып жатырмын. Құда қаласа бөлшетін боламыз. Дұрыс айтасыз. Тағы да мен мына жерде айта кететін, көбісі кілем жуу кәсібіне немқұрай қарайды. Барлығы болмаса да, мысалы былай ғой, сіз нан пісіретін болсаңыз, маған ұнын ғана бере сал, бір ұн жеткілікті. Оның ішіне қосатын жұмыртқаңыз бар, торт пісіретін болсаңыз, бағана шекері бар, қанты бар, қосатын дрожжысы бар, басқа да бағана көп қой бағана. Сіз тек қана бір ұнмен, бір сумен ғана бір әдемі бір торт пісіріп шығарамайсыз. Солай емес па? Иә? Көп сөйлейді маған, бір шампунь алсам, бір ротор алсам, бір центрифуга алсам, сонымен жұмыс істерлік бітті деп. Жоқ, ол қате ұғым. Кейбіреулер ойлайды, сіздердің ана шампуньдарыңыз сапалы болса, онда оған ағартқышын қосудың не қажеті бар? Оған немесе бар дақ кетіргіштің бөлек қолданудың қажетіне бір ғана пакетпен ғана жұмыс істей беремін. Жоқ, олай емес. Әр саланың, әр кәсіптің өзінің инструменті, өзінің құрылғысы, өзінің бағана продуктысы бар деген сияқты.
немесе өзінің материалы бар деген сияқты бәрін толықтырып алған дұрыс. Ал енді бұл жерде ақшаңыз жетпей тұр ма, онда кішкене сәл күте тұрып, ақшаңыздың басын біріктіріп, одан кейін барып 1-2 ай кешірек бастаңыздар. Чем бастапқы кезде қателікпен клиенттеріңізді бағана шошытып алып, клиенттеріңізге дұрыс сервис, дұрыс сапа бермей, бастапқы кезде бағана қорқытып алғанша, ақшаңыз жетпей тұр ма, 1-2 ай кеш бассаңыз, мұнда тұрған несі бар екен. 6 ай кеш бассаңыз, жақсы құрылға ақшаңыз жетпей тұрса, жүгіріп барып бағана арзанына жабысып, әйтеуір бүгін ертең бастап кетем дегенше, жарты жыл, 1 жыл кей. Рәке, менің айтып отқан сөзімнің жайы бар ма, жоқ па, өзіңіз айтыңызшы енді, 5 жыл болды ғой. Өте дұрыс айтасыз, Ереке. Бұл сөзіңізге мен қосыламын. Өйткені жаңағы ғой, сіз крем жуу сапа несін бастап жатқан кезде, сіз клиентке жұмыс істеуіңіз керек. Егер сіз жаңа сапалы жұмыс, қызмет көрсетсеңіз, ертең клиент сізге жұмыс істейді. Сол кезде сіз өсесіз, өнесіз. Ал егер де сіз жаңа дұрыс жумасаңыз, ертең бір күн болмаса бір күн жабылып қаласыз. Өйткені дұрыс жуылмады, дұрыс бүйтпеді. Қазір барынша максимальный жаңа рекламасында көңіл бөлу керек. Шампунь ба, дақ кетіргіш па, бәр нәрсені алу керек. Сол кезде ғана сіздің келешекте жұмысыңыз жүреді. Ол бір нәрсе мен бұл крем жууды бастап кетем деген нәрсе ол неге кірмейді. Кәсіптің